Тату елдің тасы қашанда өрге домалайды. Қоғамдық келісім сақталған жерде қордаланған мәселе болмайды. Өңірде әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету және ұлттар арасындағы достықты нығайту мақсатында ондаған этномәдени жастар және қайырымдылық қоғамдық бірлестіктері мен қауымдастықтар жұмыс істейді. Олардың саны бүгінде 1000-нан асады. Қоғамдық бірлестіктер тек әлеуметтік тыныштықты күзетіп қана қоймай, мәдениеттің түрлі саласында жан-жақты еңбек етуде. Түрлі бағыт пен мәселені қарайтын бұл ұйымдардың саны 1200-ге жеткен. Соның ішінде атап айтатын үкіметтік емес ұйымдар. Қоғамдық бірлестіктер, бұлар заң тұлғалар бірлестігі, жастар қоғамдық бірлестіктер, этнос өкілдерінің қоғамдық бірлестіктері және саяси партиялар жатқызылады. Осы қоғамдық бірлестіктердің ішінде ең белсендісі, ең қоғаммен кері байланыс орнататын бұл үкіметтік емес ұйым. Қазіргі таңда Жамбыл облысында 200-ге жуық үкіметтік емес ұйым бар. Аталмыш ұйым әлеуметтік жобалар, әлеуметтік маңызды мәселелерді бірге талқылап, оны заңды құқықтық формаларын орындауға және ұсыныстар тастап мәселелерді шешуде белсенді жұмыс істейді. Ұйымдар жұмысы арнайы мемлекеттік қаржыландыру аясында жүзеге асады. Үкіметтік емес ұйымдарға бағытталған негізгі 4 қаржыландыру формасы бар. Бірінші қаржыландыру формасы бұл мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс. Екінші қаржыландыру көзі бұл мемлекеттік грант қаржыландыру. Үшінші қаржыландыру көзі бұл үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлық ақылар. Және төртінші қаржыландыру көзі бұл шетелдік донорлардың жобаларын жүзеге асыру. Осындай аталмыш жобалардың бірі ортақ мүдде шағын гранттар конкурсы. Осы жылдың маусымында өткен жоба үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін арттыруға және азаматтық қоғам институттарының дамуына бағытталған. Конкурс нәтижесінде Жамбыл облысы бойынша кедергісіз болашақ әлеуметтік жылды жастар қоғамдық бірлестіктері және ардагерлер ұйымы жеңіске жетті. Сонымен қатар жеңімпаздарға 500 000 теңгелік сертификаттар мен Тараз қаласы әкімінің атынан алғыс хаттар табысталған. Марат Қызайдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.